Осы кинорумдан түскен ақшадан 4 бөлмелі Астанадан квартира алып бердім. Иә. Ақша береді де, короче, как будто өзінің спальныйына кіргендей болады. Иә. 1,5 миллион ғой. 50%-ын арендодатель 50% ұстап отты. И бұның ақшасы 20 миллионнан асады. Получается, өздеріңе минусқа жұмыс істеп жатырсыңдар ғой моменттерде. Мен сияқты сіздерде кино көргенді жақсы көретін шығарсыздар. Бірақ мойындаңыздаршы, киноны кинотеатрдан көру ол мүлдем басқаша сезім. Ең алғашқы кино қашан түсірілді? Және де кинотеатрлар қайда пайда болғанын білесіздер ме? Бұл іскер және оның жүргізушісі мен Ізбасар Дәулет. Ассалаумағалейкум. жылы Англияда өмір сүрген француз Луи де Принс әлемдегі ең алғашқы киноны түсірген болатын. Ол Ранхуй бағындағы көріністер деп аталады. Бұл кино бар болғанда 1,66 секундқа созылды. Дәл осы сәттен бастап кино әлемі дами бастады және кинотеатрлар мен телевизорларға сұраныстар пайда болды. Кинотеатрларға тоқталатын болсақ, тұңғыш кинотеатр 1891 жылы Томас Эдисонның технологиясымен жасалған. Ол қазіргі біздің кинотеатрдың айырмашылығы, оны кинодоскоп арқылы тек окулярмен көре аласыз. Осы нәрсе адамдарға қызық екенін байқап, Томас Эдисон мынандай кәсіптерін бастаған. Ол 10 кинодоскопты кабиналарға орнатып, жалға беретін болды. Қазіргі біз көріп жүрген кинотеатрлар 1895 жылы Вудвилл Леттем есімді азамат Нью-Йорк қаласында алғашқылардың бірі болып ашқан. Ал өзімізге келетін болсақ, қазақстандық кинотеатрлардың бір ғасырлық тарихы бар. Неге десеңіздер, сонау 1913 жылдан бастап Верный қаласында, яғни қазіргі Алматыда тұңғыш кино Марс кинотеатрында көрсетілген. Сіздерге кинотеатрлар пайдаланған жақсы бір маркетинг ход жайлы айтып берейін. 1974 жылы Бербанк қаласында ашық аспан астында орналасқан кинотеатрдың әкімшілігі Сверкающее седло киносына машинамен емес, атпен келген адамға тегін көруге мүмкіндік бар екендігін айтты. Осы сеансқа 250-ге жуық адам атпен келген. Осы маркетинг ход жаңағы кинотеатрға жақсы хайп әкелді. Қазіргі кезде кинотеатрлар басты көңіл көтеру орталықтарының біріне айналды. Осы кезде кинотеатрлардың сан түрі бар. Қарапайым орта зал, пуфиктармен зал және VIP зал. Яғни адам саны шектеулі, жатып қарауға мүмкіндігі бар. Бірақ бүгін біз сіздерге зерттеп көрсеткіміз келіп тұрған бизнес түрі кинорум, яғни кино бөлме. Қысқаша айтқанда, достарыңызды бір бөлмеге жинап, кез келген киноны, сериалды көруге мүмкіндік береді. Бізге осы бизнес түрі қызықты болып көрінді. Сондықтан осы шығарылымда кинорум жайлы толығырақ білетін боласыз. В целом, кинорум деген не? Түсіндіріп берсең. Кинорум деген бұл жерде адам өз қалған фильмін, компаниясын и тамағын өзі келіп таңдап, жеп, ішіп, демалып отыратын жер. Да. Ол в основном бір VIP кабиналардан тұратын жер. VIP кабина. Біздерде алғанғы концепция бұл жерде VIP кабина ғой, адамдар. Общий зал емес, только VIP залдар бізде. Тек қана бір компашканың адамдары өздері отыратын демалатын жер. Иә. Бөтен адамдар болмайды, тек қана өзің кіммен келесің, сонымен демаласың. Кім сіздердің основной клиенттерің осы жаққа келетін? Біздің основной клиенттер ол жастар. Ол мектепте оқиды, немесе университетте оқитын жастар. Студенттер, мектепте оқитын оқушылар, в целом жастар осы жаққа келетін. Бірінші ол 80% сол жастар. И 20% ол үлкен кісілер. Кішкене кино көрген жақсы көреді. Киномандар ғой. Киномандар, да? Кинорумда первый очередь кино көрсететін болса, тағы қандай сервистер бар? Бізде кинодан басқа PlayStation бар. Адам келіп қалаған ойын ойнай алады. Үлкен экранда ойын ойнай алады, иә? Үлкен экранмен командамен ойнай алады. Настольный ойындар ойнауға болады бізде. Ондай либо өзімен алып келеді настольный ойындар, либо бізден алып қалған ойындар ойнай алады. Получается, кино көрсете аласыңдар? То есть интернетте кез келген киноны көре алады, сосын настольные игры, музыка. Музыка тыңдап, клип көруге болады еще. Да? И так, PlayStation. PlayStation, иә. PlayStation үлкен экранда, проекторда ойнауға, да? Түсінікті. Жалпы осындай кинорумды ашу үшін қанша қаражат керек? И бір кабинканың құны қандай? Минимальный кабинканың құны. Минимальный кабинканың құны 1,5 миллион ғой. Бұл жерде 8 зал бар. Бұл сенің кинорумың, да? Иә. Бастапқыда сенде сразу 8 залдан бастадың ба, или қалай болды сенде? Жоқ, бастағанда менде 4 зал болған. 4 зал болып, қаражатым жеткенше мен
казинода ойын деп қанша ақшам болды, сол ақшамен бәрімен кірдім. Бірінші мәрте қорқтым. Бұлай қорқып, не істеп, бірінші ай думал, дұрыс бастадым ба бизнесті, дұрыс бастамадым ба, не істеймін, қалай жүргіземін деген ойлар болды. Содан кейін кішкене бизнес жүріп, қазір 8 залымыз бар осы жерде. И бұның ақшасы бір 20 миллионнан асады. Осы жаққа кеткен ақша 20 миллион асады, иә? Осы бір точкаға кеткен астаны. А в среднем бұлай бір кабинаға 1,5 миллион теңгеге ашуға болады? Иә, болады. А желательно вообще ашқан кезде қанша кабина болу керек негізі? Бастапқыда? Минимально 4 кабина деп ойлаймын. 4 кабинамен бастау керек, иә? Сен минимуммен бастадың? Иә, минимально. Түсінікті. Кез келген бизнес рекламасы болмайды. Именно осы сендер осы бизнесте адамдар тарту үшін қандай реклама түрін пайдаланасыңдар? Біз рекламамызды Instagram арқылы, ВКонтакте, Facebook арқылы, осы мессенджер арқылы қазір реклама жасаймыз, соцсет арқылы. Осы бизнесті бастағанда бізде рекламамыз ол листовка болған. Мен қалай вообще бастағам бизнестен листовкаға тарату үшін мен қалай бастағам, ол органда жұмыс істеп келатып ойладым, что өз-өзіме жұмыс істеу керекпін деп. Бизнесті ештеңке білмеймін, вообще не шарю. Бірінші бизнес, бұл сен бірінші бизнес? Бірінші бизнесім, я ничего не шарю в бизнесе. И так как братишка открыл у меня, первый филиал открылся у нас в Таразе, я решил здесь открыть. И не знаю, мы открылись, и людей нет. И ходил сам перед университетами, перед торговыми центрами, бизнес-центрами, ходил сам. Это то время было, это октябрь-ноябрь, октябрь-ноябрь 2016 года был. Я ходил вместе с братишками, с друзьями, ходили, раздавали листовки, да, прям каждый дом келіп, приходите к нам, деп. Өзім тарап жүрдім полностью? Иә, өзім тарап жүрдім. Түсінбейтін адамдарға көрсеттім, это такой-то бизнес деп. Бірінші рекламам солай басталды. Содан кейін сарафанка кетті, и социальные сеттер қазір в основном популярно используются, и через мессенджеры, социальные мессенджеры, да, социальные мессенджеры арқылы біз реклама жасаймыз. При желании, короче, сен айтуым бойынша, при желании любой бизнес жүргізуге болады. Самое главное, рекламаға надо вкладываться, еще раз вкладываться в рекламу. Осындай кинорумды ашу үшін қандай документтер керек? Бұл кинорум ашу үшін ИП ашылу керек, адам өзіне или ИП ашып алу керек. Содан кейін ИП ашқаннан кейін деятельность ИП должна быть в области показа кино. Сондай специально ИП-да деятельность показа кино деген бар? Иә, специально ондай. Соны таңдау керек? Соны таңдау керек. И все, дальше уже... Упрощенкамен, иә, северес. Налықтар төлеп, бір среднем 4 кабинасы бар кинорум өзінің қанша уақытта ақтайды? Өзінің 1,5-2 жылда ақтайды. 4 кабиналы бар кинорум 1,5-2 жылда өзін ақтайды. 1,5-2 жылда уже доходқа шығуға болады, иә? Иә. Сенің ситуацияңда дәл солай болды ма? Иә, дәл солай. Мен кинорум бастағанда сразу 8 зал болған жоқ, мен айтып кеткендей, менде 4 залдан басталды. 4 зал, по минималке, там кішкене где-то сэкономлено, где-то что-то. Қанша ақшам бар, сонша ақшамен кішкене бастағансың, кішігірім қылып бастадың. Ол кезде конкуренция болмады, и салыстыру ешкіммен болмады мені. Сен чисто өзіңнің шүбіт етіп, өз фантазияңа солай қостып, солай істедік. 2 жыл болды, елімізде үлкен қатты карантин болып отыр. Осы бизнесқа карантиннің әсері бар ма? Иә, қатты әсер етті. Не себебі деймін, адамдар шығуға болмады, шешаққа адамдар келмеді. Помещениялар бізде арендада. Несмотря на карантин, данное осы помещение арендасы жүріп тұрды. То есть 50% арендодатель 50% ұстап отты. Локдаун кезінде полностью жауып тастаған кезде сендер 50% просто төлеп отырдыңдар, да? Иә. Именно осы. Получается, өздеріңе минусқа жұмыс істеп жатырсыңдар ол моменттерде. И
тағы кімдерге администраторларға кішкенеден мен кішкене көмек ретінде көмектесіп отырмын. Зарплата төлеп отырмын ба? Шамалы какой-то бір процентін бір төлеп отырмын, бір олар көмек болсын деп, потому что оларда кредиті бар, администраторларға былай несіне өмір сүруіне ақша керек болған оларға. Бірақ сендер былай кішігірім получается, ол моментте сендер полностью жабылып қалдыңдар, да? Иә, ол моментте біз полностью жабылып қалдық. Вот 20 жылдың мартынан бастап қатты карантин болды ғой. Сол кезде біз полностью жабылып қалдық. Бәрінесе жабылып қалды ғой. Еш нәрсе жұмыс істемеді. Бізде население Помимо этого, бірақ сендер 50% аренда төлеп. Конкуренция жаңа қалай бұл жақта? Жалпы осы бизнеста конкуренция қалай? Астана бойынша конкуренция қалай? Бұл точка алғашқылардың бірінші точкасы болып саналады. Сендердің точкалар алғашқылардың бірінші, Ол кезде Астанада қанша болды? Ол кезде Астанада сендерден бөлек 2 точка ғана болды. 2 точка ғана болды ма? Сендер үшінші болып ашылдыңдар. Иә. Біз үшінші. Кинорум деген атпен бірінші бізде Тараз қаласында ашылды, екіншісі осы Астана қаласында ашылды. Именно Кинорум деген атпен. Басқа аттармен ашылған, Астанада да бұл атпен ашылмаған. Жалпы мен осы Кинорум туралы мен көп болған жоқ естігенім ше. Мне кажется, региондарда өте аз сияқты. Астанада көп. Астанада уже біраз бар, а региондарда өте аз сияқты. Әлі, мне кажется, возможность, қалай ойлайсың, региондарда ашылуға әлі возможность бар ма? Иә, любой бизнеста возможность бар. Адам жұмыс істесе, кез келген регионда жүргізуге болады. Біздің филиалдар Алматы қаласында бар, Тараз қаласында, Қызылорда қаласында, Шымкент қаласында, Түркістан қаласында, Астана қаласында, алғашқыда Қарағанды, Ақтау қалаларында ашылайын деп жатыр. И солтүстік северный региондарда алғашқыда планда бар ашылуға. Жақындарда ашылып қалуы мүмкін, иә? Бұл франшиза ма, или сендер қандай келісіммен келдіңдер бұға? Бұл Кинорум деп ашылады, басқа қалаларда, иә? Басқа қалаларда Кинорум деп ашылады. Так как это название было придумано братишкой, братишка мен бірінші Тараз қаласында ашып, осы названияны принимать етіп, сол жақтан шыққан. Но франшизаны әлі біз оны ойластырдық франшизаны, но пока сатуға деп әлі ондай план жоқ. Ондай план жоқ. В целом, егер де бір адам сендердің франшизаны алып, Кинорум деп ашқысы келіп, примерно сендердің технологияларын алып, істегісі келсе, сендер келісім шартқа қалайсыңдар, ашқысыңдар ма? Я біз ашықпыз. Сөйлесуге болады. Да, мы можем переговорить насчет этих моментов. Мы можем контакты оставить, если кто-то хочет. Да, если у кого-то какие-то вопросы есть насчет франшизы. В целом, есть какие-то вопросы есть насчет Кинорума? Да. Нет, если есть по франшизе вопросы, да, мы поможем. А так, если же есть какие-то именно поверхностные вопросы, мы поможем, конечно. Ну, это по договоренности, да. Смело жауап беруге дайынсыңдар. Так, осы біз тұрған Кинорум қанша квадрат вообще? 250 квадрат. 250 квадрат, иә? Бұның арендасы қанша бұл жердің? Бұл жердің арендасы 500 мың плюс ком-услугалар бар. 500 мың теңге услуга, да? Примерно қай уақытта ақтайсыңдар сендер ол аренда? Бірінші по-любому аренда, сотрудниктардың ақшасын, и жаңағы свет, по мелочам ком-услуганың ақшалары. Сондықтан ол примерно бір аймен қарағанда қай уақыттарда уже ақталады ол? Сендердің ситуацияларында именно? Ну, бізде бір 20 күнде ақталатын шығар. Уже сен сонда дәрежеге жеткенсің, что 20 күнде? 20 күнде сол ақшаны шығарамыз. И содан кейін 20-25 күн сол шығарамыз, остальное уже... Мүмкін доходқа жұмыс істей бастайсың. Доходқа. Сезонға байланысты. Бұл бизнес вообще сезон бар ма? Я бұл бизнеста сезон бар. Күн жыл как теплеть начинает. Ну, народ начинает гулять, молодежь начинает гулять, на улицу выходить, и поток людей поменьше становится. Чем прохладнее становится, тем людей побольше, так как люди уже хотят более в теплом месте посидеть, жылы жерде отырып, этот фильм көріп бір. Бұның, получается, сезоны, это күзден басталып, бүйтіп келген кезде көктемнің
бір прям қар еріп полный біткен кезге дейін, иә? Иә. В основном солтүстік жерлерде ол походу жақсы жүретін сияқты, өйткені салқын жерлерде отыратын жерлерді іздейді адамдар, иә? Айтқанда сен айттың жаңа кинорумда 4 кабиналық кинорум ашу үшін примерно 6 миллиондай ақша керек дедің, иә? Сенде қазір 22 миллион теңге ақша бар дейік. Сен осындай 3 кинорум ашасың ба? Или басқа бизнеспен айналысасың ба? Мен уже басқа бизнеспен айналысамын. Неге дейсің? Адам бизнесте жүргенде бұрында тұрмау керек. Даму керек, өсу керек, басқа бизнесқа уже көшу керек. Мен қазір көшіп отқан бизнесім, айналысып бастайын деп отқан бизнесім, ол Саламбро фастфуды. Общепитқа кіріп жатырмын. Это сен франшиза алып жатсың? Франшиза сатып алып, қазір бір Новосити жерде, Астана қаласында ма? Астана қаласында, Новосити районында Саламбро деген фастфуд точкасын ашайын деп отырмын. Ол сен үшін новый бизнес қой, общепит? Иә, общепит маған үшін это новый бизнес. Қазіргі осы кинорум саған бұл айтқанда пассивный доход сияқты болып тұр ғой, да? Өйткені сен бұяқта келесің, басқарасың. Иә, басқарасың, да? Енді сен уже жаңа бизнестер зерттей бастадың ба? Иә, сол жақты бастап, зерттеп, қарастырып, сол бизнесқа көшіп, енді сол бизнеспен айналысайын деп отырмын. Удачи, сәттілік, енді жүріп кетсін. Бұйыртса қашан ашылады? Ноябрьдан бастап открытияны біз пландап отырмыз. Кез келген бизнес салған кезде, первый очередь доход қой, ақша табу ғой. Ақшамен бір нәрсе сатып алу керексің. Осы бизнес арқылы өзіңе немесе жақыныңа қандай сыйлық жасадың? Мен ата-анама сыйлық жасадым. Ол Астана қаласында 4 бөлмелі пәтер сатып алып беріп сыйлық жасадым. Осы кинорумнан түскен ақшадан 4 бөлмелі Астанадан квартира алып бердің. Иә. Мне кажется, бала кезінде кез келген баланың арманы болған сияқты, осындай үйде жатып алып, дәу экранда кино көру. Қазір сенің лично өз үйіңде бар ма осындай? Лично өз үйімде жоқ, но карантин кезінде бәрі жұмыс істемей тұрды ғой. Проекторларды, системаны алып келіп, өз комнатама кішігірім кинорум істеп қойып, сол кезде көріп жатқанмын. Сен өзің осы жалпы өзің кинорумда көп пайдаланасың ба? Иә. Часто келіп достармен? Часто келіп тұрамын мен достармен, әйелмен. В первую очередь өзіңе ұнайтын бизнес дейсің ғой бұл. В первую очередь. Бірінші клиентсің. Иә, бірінші клиент. Өзім қалай люблю, как предпочитаю, зал так делаю, потому что в первую очередь я себя ставлю на место клиентов. То есть вместо гостей себя ставлю, как они хотят. Как бы я хотел, значит они также хотят примерно. И более так приближенно к этому я начинаю делать залы. Примерно, короче, сен өзіңді клиент сияқты елестетесің. Иә. И клиентке қалай удобно болатынын өзің қарастырасың да, и под него жасаймын дейсің ғой. Иә. Мне кажется, өте күшті ход сияқты. Сен айттың жаңа бір кабинкаға 1,5 миллион средний алатын болсақ, 1,5 миллион теңге керек. 1,5. Иә, егерде мен 4 кабинка деп ашайын деймін, менде 6 миллион теңге бар. Пошаговый мен неден бастауым керек вообще? Бірінші ол локация еді ғой. Локация и помещение қай жерде орналасқаны. Үйдің асты ма, отдельно стоящее здание ма, либо офистардың бизнес-центрде ма, бірінші соны қарастыру керек. Соны анықтап, қарастырып, содан кейін уже в дальнейшем шумоизоляциясын қарастырасыздар, уже ремонт бар ма бұл помещенияда, стеналар қалай, қасында отқан залдар бір-біріне мешать етеді ма, мешать етпейді ма, соны қарастыру. Шум жағын қарастыру, да? Бұл жақта қалай негізі көбінесе подвал алған дұрыс па, әлде бір отдельный здание ма, или бір бизнес-центрден орын алған дұрыс па? Сол, отдельно стоящее здание алған жақсы ғой. Либо бизнес-центр, либо отдельно стоящее здание. Лично шум келмейтіндей. Иә. Сендер қазір подвалда орналасқансыздар, иә? Жоқ, бірінші этаж, цоколь на уровне первого этажа дейді ғой бұны. А сендерде қалай бүкіл жер изоляция? Да, бізде шумоизоляция істелінген, потолок, стены, бәрі шумоизоляция істелініп, қапталған. Көршілерің ондай жалоб жоқ? Жоқ. Ну, в принципе, егер де қалайтын болсаң, шумоизоляциямен барлық жер тынышталдырып тастауға болады. Иә. Бір күндік максимум средний чек примерно қанша болды енді? Максимум средний чек ол мероприятияда да болады. Праздник күндері бір 80-100 мың дейін барады. 80-100 мың теңгеге бір күндік чек?
иә барады сол суммаға дейін. Мен бастатқан кезде енді сразу көп ақша болмайды ғой. Кішігірім ақшамен бастайтын кезде қалай ойлайсың, ең бірінші очередь бұл аппараттар алған дұрыс па, әлде новыймен кіру керек па сразу? Бұл аппаратты алуға болады, но бұл аппараттар сынып қала береді, оған гарантия жоқ. Оларға никто не даст гарантию, никто не будет ответственен за этот аппарат. Солай айтсақ болады. Если ақшам болмай жатса, бұл аппаратпен бастауға болады. Потом в дальнейшем, чтобы ауыстырып алуға. А так, желательно новый аппаратмен, потому что ты уверен, что твой аппарат это новый, он будет работать и не будет ломаться. Сенің ситуацияңда қалай болды? Сен өзің қалай бастадың ең бірінші бастаған кезде? Мен жартысын бұл қылып алдым, жартысын новый қылып алдым. Потом ауыстырып отырдым. Ақырындап обновлять етіп, итоге бәрін новыйға ауысып кетті. Осы бизнес жақсы жүру үшін қандай топ 3 сұраққа жауап білу керексің? Жаңа айтып кеткен біріншісі ол локация. Локация. Екіншісі ол транспортная развязка, то есть бұл жерде остановка қасында болу керек и парковкасы болу керек машина. В основном школьниктер, студенттер автобуспен жүреді. И үшіншісі максимальное приближение к домашним условиям. Тепло, уютно болу керек қой. Адам типа өзінің үйінде жатып кино көретін, Человек должен максимально чувствовать себя в комфорте. Потому что казахи любят себя чувствовать в комфорте. Получается, келген клиент ақша береді, короче, как будто өзінің спальныйына кіргендей болады ғой. Бір сағатта өзінің спальныйында жатады. Негізі өте кайф сияқты. Осындай бір қызықты факт бар. Кинотеатрлардың основной доходы бардан болады. Потому что бір попкорнның бағасы билеттен гораздо қымбатырақ. И доход көбінесе бардан келеді. Сендерде қандай ситуация? Мысалы, бар қанша пайызына келеді доходтың? Бізде бар бір 40% алып келеді. 40% келеді? 40-35% бар бізге алып келеді. Основной доход уже киномен жүреді? Иә, аренда заловтан. Сендерде өйткені собой кіргізуге болады бүкіл тамақты? Иә, тамақты бізден алуға болады, немесе өзіңізбен алып келуге болады. Бізден ештеңе алмай, өзіңізбен бәрі қалаған тамағыңызды алып келіп, сол тамағыңызды залда жеп отыруға болады. Толықтай өзің қалаған заттарыңды алып келіп, осы жерде демала бересіз өз заттарыңды. Сенде бір қандай возможность болса, осы бизнесті қайдан нөлден бастау керек? Сен қандай ошибкалар жібермейтін едің? Бірінші ошибкам ол жилой домның астын ашқан, потому что бізден шыққан адамдар осы районда жүргеннен соседтер кішкене возмущаться етеді. Отдельно стоящий, либо бизнес-центрдан ашуды. Мен соны қарастыратын едім. Локацияны, возможно, болса локацияны өзгертетін едім. Да, локация өзгертетін едім. И көп точка ашып тастайтын едім. Сеть? Да, сеть қылып тастайтын едім. Осы Астана қаласына сеть қылып ашып тастайтын едім. Неге мен ашпадым? Қорқақтадым кішкене. Бірінші бизнес қой? Иә, бірінші бизнес, и ойладым, жүреді ме, жүрмейді ме, қалай жүреді екен, басқа точкаларын содан қорқақтадым. В принципе, киноны үйде де көруге болады, кинотеатрда көруге болады. Неге именно кинорумға келіп көру керек? Человек в первую очередь выбирает свою компанию. Не у каждого человека есть помещение, или площадь, где человек может собрать такое количество людей, либо там уединиться и посмотреть спокойно фильм. Так как человек может с девушкой прийти, с друзьями прийти, и не каждому разрешено домой, например, приводить. А тут ты пришел, посмотрел с друзьями, там, со своей парой, посмотреть фильм, покушать, тебе любимую еду, которую ты с собой принесешь, либо у нас можешь заказать. Также раньше можно было кальян покурить, посидеть, отдохнуть в этой такой спокойной, тихой атмосфере. Душевная атмосфера, да, өзінің адамдармен көрсем болады? Иә, өз адамдармен. Құдалық жасауға болмайды? Болмайды. Персоналға келетін болсақ, бұяққа қандай сотрудниктер керек? Основной момент бұл жерде администратор в лице кассира болып отырады. Также есть помощник администратора, который адамдарды кіргізіп көмектесетін, и техперсонал. Получалось, адамдар просто звондап администраторға бронировать етеді орындарды? Иә, бронь жасайды, немесе осы жерге келіп, бір телефонмен
социальный мессенджермен, это Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбуктармен это жазып, немесе звондап, сөйлес арқылы бронь жасауға болады, иә. А сен бірінші бастаған кезде сен өзің қандай функцияны атқардың? Осы бизнесті бастағанда мен өзім бәрін болған. Универсал? Иә, универсал. И кассир да болдым, администратор да, техперсонал да, өзім бәріне атқарып, өзім бәрін өзім. Ақша болмады, адам жалдауға өзім бәрін жүріп жүрдім. Да, бір жалпы осы бизнес жасау үшін бір мамандық керек па, бір профессия бітіру керексің ба? Как такого профессия керек жоқ, но хотя бы базовые знания компьютера ол керек. Потому что работа с компьютером, работа с интернетом, қанша мегабит керек, бір фильм көрсету үшін, или бір фильм көру үшін, бір жерде, бұл техника ғой, любой момент сынып қалады, любой момент оны істеу керек. Ошибкалар шығады. Ошибкалар шығады, олар техника бұрында тұрмайды, обновление шыға береді, кішкене обновлять етіп, не істеп тұру керек үшін базовый знание керек. Но Steam деген адамға оны үйренуге болады, в принципе. При желании любой нәрсені үйрену аласың. Біздің көрермендерге арналған кішігірім конкурсымыз бар. Кім осы видеоның астына комментарий жазып, лайк басып, подписаться ететін болса, беретін сыйлық 2 сағат просмотр біздің любой филиалда Қазақстан бойынша. Тегін. Қорытынды. Осы бизнеспен айналысып келетін адамға кішігірім сенің советтерің. Менің советтерім главное желание. Каким бы вы ни хотели заниматься бизнесом, делайте, пытайтесь, никогда не сдавайтесь. Еңбек етсең, возможно, да, еңбек етсең, ерінбей. Тоят қарын тіленбей. Рахмет, негізі өте күшті сұхбат болған сияқты.